Алматыда демалыс күндері азық-түлік жәрмеңкесі өтті. Жетісу ауданындағы Гүлдер саябағының алдында ұйымдастырылған сауда алаңына 15 шатыр тігіліп, жылқы, сиыр, қой еті, жұмыртқа, көкөніс пен жеміс-жидек, сүт және нан-тоқаш өнімдері қойылды. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары нарықтағы бағадан 15-20% арзан ұсынылды. Жәрмеңкеде 15% азық-түліктің саны төмен бағасы төмен сатылады. Әлеуметтік тауарларға. Сондықтан халық енді бағаны ертеңінде сағат 7-тен бастап біз ашылдық. Содан бастап мінекей қазір халық дегеннің келіп жатыр, бір-бірден естіп жатыр. Көкөністер уже бір партиясы бітіп қабет, қазір екінші қайтадан алдырдық. Өздеріңіз көріп жатсыздар, ет келіп жатыр. Азық-түлік жәрмеңкесі қаланың Алмалы, Әуезов, Бостандық және Медеу аудандарында да тұрақты өтеді. Апта сайын сауда алаңдарына 45 мыңнан астам тұрғын барады. Оларға 300-ден астам жергілікті фермер өнімін ұсынады. Жәрмеңке әр сенбі, жексенбі таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейді. Бағалар өте жақсы. Картошканың өзі 250 теңге, морковка 250 теңге, перец вообще по 200. Сапасы жақсы, мен специально ұстап көрдім. Өте жақсы. Ешқандай шірімеген, өте свежий.